Дін Алланыкі, құрметті бауырлар. Намаз көзімнің нұры деген Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам. Әлеуметтік желіде жігерлі сөйлейтін, радикалды деструктивті көзқарастағы топтар дінді тек намазбен ғана, құлшылықпен ғана өлшеп жатады. Құлшылығы жоқ, намазы жоқ адамдарды шынайы мұсылманнан санамай жатады. Ал шынайы шариғатымызда негізгі сәләфтің ұстанымында, сахабалардың, табиғиндердің ол дін дегеніміз, иман дегеніміз әуелі тілмен айту, жүрекпен бекіту деп негізге алған. Бұл құлшылықты жалқаулықпен орындамаған адамды да пасық, күнәһар мұсылман ретінде санағанымен, иманнан, діннен шыққан, діннен безген мұсылман деп ешбір үммет сәләфі солих бүгінге дейін есептемеген. Сол үшін намаз әлбетте бір құлшылық, ораза, исламның бекіткен құлшылықтары бұл Алла мен пенденің арасындағы міндет. Ал дін бұл Алланыкі. Дін тек намаздан, дін тек құлшылықтан тұрмайды. Дін құндылықтарға негізделген. Алла елшісі де Алланың алдындағы ең ұнамды іс, таразыда да ауыр тартатын іс бұл көркем мінез, адамның шынайы келбеті, бір-біріне деген жақсылығы, бір-біріне деген жәрдемі деп бағалаған. Сол үшін әлбетте бұл көзімнің нұры деген намаз, құлшылық адамның жан, тән рахаты, бірақ намаз оқымаған адамды мұсылманнан санамай, өзге адамдай мәміле жасау, оған өзге бір қатаң көзқараспен қарау, бұл шариғатымызға, дінімізге сай келмейтін амал. Дін Алланыкі. Алланың атынан үкім беру ешбір адам баласының, пенденің қолындағы нәрсе емес. Сондықтан құлшылығының орындағанына қарай сауапты да, жазаны да беруші жаратушы, ал адами құндылықтарды, адамгершілік іс-әрекеттерімізді ешқашан ұмытпайық.